Айжігіт Еркебайұлы бүгінде NFC тұжырымдамасында сәтті мансап құрып чемпиондық титулға бір табан жақын тұрған жауынгер. Қырғызстанның Алақандай ауылында жұдырығын құлаш сермеп халықаралық додада ел намысын қорғар азамат шығады деген ешкімнің ойына келген демес. Айжігіт туралы айтатын болсақ, Айжігіт бірінші жекпе-жегінен бастап өзінің мінезін көрсетіп бастады. Соңғы жеңген жекпе-жегі ол Абу деген жауынгерді жеңіп, ешқандай оған мүмкіндік қалдырған жоқ. Аса бір тыңғылықпен жаттығатын Айжігіт қарсылас біткенді қалайда болсын айласын тауып ұтып жүрді. Осылайша көп күттірмей ірі жүлденің де сыңғыры естілді. Айжігіттің жекпе-жек барысында агрессиясын бір-екі рет көрдім. Техникалық және де жинаған тәжірибесін көрсете алатын жауынгерлер керек. Айжігіт сияқты жауынгерлер олар өте қызықты халыққа. Қырғызстандық ММА-да жаңа есім пайда болды. Айжігіт Еркебайұлы мойнына артылған бұл жауапкершілікті жақсы сезінеді. Сондықтан ел туын алдағы жекпе-жекте абыроймен ұстап шықпақ. Небәрі 22 жастағы жасындай жас спортшы тәжірибесі мол тіс қаққан Жұман Жұмабековтен қаймығар емес. Ол жаңа белестерді бағындыруға дайын. Бұл тұста NFC-дің қазіргі чемпионы кедергі келтірмейтініне кәміл сенем. Бұл жекпе-жекте, менің ойымша, ол 5 раундқа созылмайды. Менің ойымша. Бұл жекпе-жекте біреудің құлағанын көреміз. Жұман болсын, Айжігіт болсын, екеуі де құлатуға дайын. Жұман Жұмабеков NFC 32 турнирінде кездесеміз.